Айдана әр таңды бірдей қарсы алатын. Сағат 7-де оянады. Ас бөлмеге өтеді. Шайнекті қояды. Бәрі үйреншікті. Тек бір нәрсе жоқ. Бұрын бұл үйде күлкі болатын. Қазір тыныштық. Ол күйеуінің арқасына қарап отырды. Арман. 10 жыл бірге өмір сүрген адамы. Бір кезде бәрін ұмытып соған сенгенен. Арман телефонды қолынан тастамайды. Таңғы ас кезінде де. Көздері экранда. Айданаға емес. Шай дайын деді ол жай ғана. Қазір деді Арман басын көтерместен. Айдана осы қазірге үйреніп кеткен. Бір кезде рахмет қалайсың дейтін адам. Енді үнсіз. Айдана айнаға қарады. Өз көзінен өзі шошыды. Сол баяғы қыз емес. Бұрынғы үміт жоқ. Бір кезде Арман оны жұмыстан күтіп алатын. Қазір қай уақытта келетінде айтпайды. Бүгін кеш келем деді ол аяқ астынан. Жарайды деді Айдана. Ол сұрамады. Себебі сұраудан шаршаған. Махаббат осылай өле ме екен? Үнсіз, айғайсыз, түсіндірмесіз. Айдана терезеден далаға қарады. Көрші үйлер. Өз өмірімен өтіп жатқан адамдар. Бәрі бақытты сияқты. Телефон шыр етті. Арман тез көтеріп басқа бөлмеге өтті. Айдана сол сәтте жүрегі дір етті. Себебі ол бұл көріністі соңғы айда тым жиі көріп жүр. Кешкі Айдана жалғыз отырды. Ас суыды. Үй тағы да үнсіз. Есік түн ортасында ашылды. Кеш келдің деді Айдана. Жұмыс деді Арман қысқа ғана. Көзге қарамады. Айдана сол түні жылады. Жастығына. Дыбыс шығармай. Өйткені кейде. Сатқындық айқын болудан бұрын. Алдымен сезім кетеді. Айдана соңғы кезде ұйқыдан ерте оянатын болды. Жүрегі бірдеңені сезгендей. Бірақ ақыл сенгісі келмейді. Арман тағы да телефонмен отыр. Экранды төмен қаратып. Жымеп қояды. Айдананың жүрегі шым етті. Кім жазып жатыр? Деді ол жай ғана. Жұмыс деді Арман тез. Бұрын ол қайдағы жұмыс деп күлетін. Қазір тек қысқа жауап. Айдана бұрын байқамаған нәрселерді енді көре бастады. Жаңа көліктер. Бөтен иіс. Кенеттен спорт залға жазылуы. Кешкісін ұзақ жоғалуы. Бір күні ол кір жуып жатып. Арманның қалтасынан бейтаныс чек тапты. Қымбат мейрамхана. Екеуге арналған. Айдана үнсіз отырып қалды. Қолы дірілдеді. Бұл не? Деп сұрады кешке. Арман бір сәтке тоқтады. Сосын. Клиентпен деді. Даусы сенімді. Көзі өтірік. Айдана сенгісі келді. Өйткені 10 жылдық махаббатты. Бір чекпен жоққа шығару ауыр. Егер қазір сұрай берсем, ол кетіп қалама. Ал үндемесем, өзімді жоғалтамын. Түн. Айдана оянып кетті. Арман жоқ. Телефон шырылдады. Жауап жоқ. Таңғы 4-те ғана келді. Қайда болдың? Деді Айдана. Айдана бастама деді Арман шаршаған кейіппен. Миымды ашытпа. Бұл сөз жүректі ауыртып жіберді. Бұрын ол жаным дейтін. Айдана сол түні шешім қабылдады. Білмей өмір сүргенше. Шындықты білген ауыр. Келесі күні Айдана құрбысы Айнұрға барды. Бірдеңе болып жатыр деді сыбырлап. Ол басқа адам сияқты. Айнұр үнсіз тыңдады. Айдана кейде еркектер кетпей тұрып. Алдымен жүрегін алып кетеді деді ол. Бұл сөз Айдананың жанын қарып өтті. Не істейін? Деді Айдана. Қара, байқа, бірақ өзіңді жоғалта. Айдана кешкі айна алдында ұзақ тұрды. Өзіне қарады. Мен неге осылай қорқып тұрмын? Деді ішінен. Мен оның әйелі емеспін бе? Бірақ жүрек жауап бермеді. Жүрек бәрін біліп тұрғандай тым-тыныш еді. Арман ваннаға кіріп кетті. Телефоны үстелде қалды. Экран жанды. Бейтаныс есім. Жүрек белгісі. Айдана орнынан тұрды. Қолы телефонға созылды. Айдананың қолы дірілдеді. Ол телефонды бірден ала алмады. Жүрек соғысы құлақта естілді.
Экранда тағы да хабарлама жанып тұр. Сағындым, бүгінде келе алмайсың ба? Айдана көзін жұмды. Бұл енді күдік емес еді. Бұл жауап. Ваннадан су дыбысы естіліп тұр. Арман әндетіп қояды. Бұрын ол үйде ән айтпайтын. Айдана телефонды орнына қойды. Өйткені сол сәтте айқайлағысы келмеді. Ол шындықты естіп емес. Көзіне қарап білгісі келді. Арман шықты. Шашы су, бетінде бейқамдық. Айдана. Ол диванда отыр. Қолында өз телефоны. Отыр, деді Айдана жай ғана. Даусы тыныш еді. Бірақ ішінде дауыл. Арман отырды. Екеуінің арасында жылдар. Бұл кім? Деді Айдана. Шындықты айт. Бір-ақ рет. Арман үндемеді. Мен сенен айғай сұрап тұрған жоқпын, деді Айдана. Мен тек өтірік айтпауыңды сұрап тұрмын. Бұл жай ғана адам, деді Арман. Ештеңе жоқ. Айдана жымиды. Ашы жымис. Сағындым дегенде ештеңе жоқ па? Жүрек белгісі ше. Арман көзін төмен салды. Сол сәт барлық жауаптан ауыр еді. Қашан? Деді Айдана. Маңызды емес, деді Арман. Мен үшін маңызды, деді ол. Өйткені мен 10 жылымды сен деп өткіздім. Арман орнынан тұрды. Айдана, сен соңғы кезде басқа болып кеттің. Үнемі шаршаған. Үнемі көңілсіз. Мен мені түсінетін адам таптым. Бұл сөз жүректі қақ айырды. Ал менше? Деді Айдана. Мен сені түсінбеймін бе? Арман жауап бермеді. Ол сені сүйе ме? Деді Айдана баяу. Білмеймін. Ал мен сүйемін, деді Айдана. Әлі де. Айдана түнде жиналды. Бір сөмке. Артық ештеңе жоқ. Арман үндемеді. Ұстаған да жоқ. Есіктен шығарда Айдана тоқтады. Егер сен бір күні мені іздесең, біл, мен сені жоғалтқанда емес. Сен мені жоғалтқанда сындым. Есік жабылды. Үй бос қалды. Айдана таксиде отырды. Терезеден жаңбыр тамшылады. Мен енді кіммін? Әйелімін бе? Әлде жай ғана қалдырылған жанмын ба? Жауап болмады. Тек көз жасы. Айдана мен Арманның 10 жылдық өмірі кенеттен үзіліп кетті. Махаббат, сенім, жылылық, бәрі үнсіздікпен сатқындыққа ауысты. Бастапқыда Айдана күдікпен бастады. Арманның өзгерген мінезі, жасырын байланыстары, бейтаныс хабарламалары оның жүрегін ауыртты. Күдік ақиқатқа айналды, ал ақиқат Арманның басқа әйелге көңіл аударғаны. Құлау кезеңі Айдана үшін ең ауыр болды. Жалғыздық, жүрек жарасы, сенімсіздік оны сындыра жаздады. Бірақ дәл осы кезеңде ол өзін таныды. Сатқындыққа қарап өз құндылықтарын түсіне бастады. Өзіне деген сенім, жан тазалығы, махаббаттың шынайы мәні. Соңғы шешімінде Айдана Арманға қарсы ешқандай айқай мен өкпе айтпады. Өзін жоғалтпай, өз өмірін алдына бастауға шешім қабылдады. Айдана таңғы жарықта терезені ашып таза ауамен дем алады. Көзінде жас бар, бірақ жүрегінде еркіндік пен үміт бар. Сатқындық оны емес, күшті әйелге айналдырды. Нәтижесінде меніне түсіндім. Махаббат шынайы сенім мен адалдықта өлшенеді. Сатқындық ауыр, бірақ ол адамды сындырмай, қайта күшейте алады. Қиындық жаңа өмірге, өзіңді табуға мүмкіндік. Үміт әрдайым бар, тек жүрекке тыңдау керек.